Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біле жүр арнасында ананас жемісінің пайдасы туралы айтатын боламыз. Ананас әлемдегі ең пайдалы жемістердің бірі. Оның шырыны адам денсаулығына өте пайдалы. Ананас көп жылдық шөп тектес өсімдік. Ананастың отаны Оңтүстік Америка құрлығы. Қазіргі кезде тропиктік аймақтарда өсіріледі. Бір қызығы, тропиктен шалғай жатқан Голландияда ананас өсімдігі жылыжайда өсіріледі. Ананас жылу сүйгіштік, жарық сүйгіштік және құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Ананастың жемісі өте дәмді әрі пайдалы. Ананас шырынындағы ферменттер ас қорыту барысында пайдасын тигізеді. Құрамындағы ферменттердің атқаратын қызметі трипсин ферменттеріне өте ұқсас келеді. Диеталық қасиеттері де бар. Ананас жемісін жеген кезде ол піскен болуы керек. Піспеген жеміс ерін және ауыз қуысын зақымдайды. Ананастың құрамында барлық дәрумендер мен көптеген минералды заттар бар. Ананастың құрамындағы минералды заттар калий, темір, мыс, мырыш, марганец, магний, кальций және йод. Ананас қан қысымын төмендетуге және қан тамырларының қызметін жақсартуға қызмет етеді. Ананастың көптеген аурулардың алдын ала хабарын алуға тигізер көмегі де аз емес. Ағзадағы ас қорыту жүйесінде ақаулар пайда болса, бір стақан ананас шырынын ішіп, аздаған мөлшерде жемістен жеген абзал. Ананас шырыны асқазан сөлінің белсенділігін арттырады. Егер етті тағам жеген болсаңыз, онда ананас шырынын ішіп, жемісін жеуді ұмытпаңыз. Ол еттің оңай қорытылуына көмектеседі. Ананастың тағамдық қуаттылығы төмен, небары 100 грамм 48 калория алады. Ал құрамындағы калий тұзы ағзадағы артық сұйықтар мен заттарды кетіреді. Бірнеше келіге дейін артық салмақтан арылтады. Ананастан жасалған десерт денедегі артық майларды жағуға және зат алмасу процесін дұрыстауға өз ықпалын тигізеді. Қазіргі таңда көптеген зерттеуші дәрігер мамандар ананастың құрамындағы ферменттердің көмегімен рак ауруларын емдеу ісінің тиімділігін арттыру мақсатында жұмыстар жасауда. Ананасты тұрақты түрде қорек етудің пайдасы онкологиялық ауруларды алдын ала ескертуге керемет әдіс ретінде саналатынын дәлелдеп отыр. Әйелдер үшін ананас диетадағы ең жақсы көмекші. Оның құрамында калория жоқ, бірақ ол ағзаны пайдалы заттармен және арнайы бромелайн ферменттерімен қанықтандырады. Дегенмен сіз тәтті майлы жеп, содан кейін бәрін ананас сақинасымен түзете аласыз деп ойламауыңыз керек. Диетологтар барлық тағамдық ұсыныстарға ананас шырыны мен целлюлозаны қосады. Бұл сиқырлы ингредиент емес, бірақ өте пайдалы. Статистика әйелдердің остеопороз ауруының көбірек расталғанын айтады. Жылан өңдеусіз кез келген түрдегі ананас үнемі тұтыну бұл аурудың алдын алу. Ананас әйелдер денсаулығы үшін өте пайдалы. Етеккірдің ауырсынуын азайтады және жүктілік кезінде ағзаны қажетті заттармен қанықтандырады. Ерлер үшін ананас, тіпті үндістер ананасты тұжырымдамаға арналған рәсімдерде қолдана бастады. Заманауи зерттеулер ұрықтың 3 сағаттан кейін қолданылуы ерлердің ұрпақты болу жүйесіне пайдалы әсер ететін, шәует қозғалшылығын арттыратынын растады. Марганецтің жоғары мөлшері ерлердің күш-жігерін жақсартады, либидоны ынталандырады. Арнайы ферменттердің болуы тағамнан 3,8% көп ақуыз алуға мүмкіндік береді. Ананасты бұл үшін барлық спортшылар жақсы көреді, өйткені ол бұлшықеттің өсуін белсендіреді және жаттығудың тиімділігін арттырады екен. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.